Мұхтар Әуезовтің әлі күнге табылмаған бір шығармасы бар екенін білесіз бе? Ол «Сұғанақ сұр» деп аталады, шамамен 1926 жылы жазылған повесть. Оның нақты мазмұны не туралы екені белгісіз. Әуезов танушы Тұрсын Жұртбай повестің желісіне Мұхамеджан Тынышбаев, Халел және Жаһанша Досмұхамедовтер, Тұрар Рысқұлов, Сұлтанбек Қожановтардың арасындағы бір хат оқиғасы арқау болған деп болжайды. Өйткені Әуезов 1930 жылы тергеудегі бір сөзінде Халел Досмұхамедов пен Мұхамеджан Тынышбаевты сүйкімді саяси тұлға деп танымайтынын, бұл екі адамға көзқарастың терісі екенін, оларға осы «Сұғанақ сұр» повесінде баға беріп қойғанын айтады. Жазушының осы сөзінен ақ «Сұғанақ сұр»дың саяси сипаттағы шығарма екенін аңғаруға болады. Қолжазбаны оқыған санаулы адамның бірі Смағұл Садуақасов Әуезовтің бүкіл жазғандары секілді повестің тілі құнарлы, әдемі, мұндай кітапты жарыққа шығару пайдалы іс деп жазады. Повестің мазмұнын білген тағы бір адам ертеректе алашордашыл болып, кейін Совет өкіметі жағына өткен Кәрім Тоқтабаев. Ол 1926 жылы Голошокин басқарған бір жиында жасаған баяндамасында Әуезовті сынай сөйлеп, «Сұғанақ сұрды» оқуға Әуезовтің өзі бергенін, мазмұны жағынан шығарма қазақ тұрмысы туралы емес, жоғары интеллигенция жөнінде екенін айтады. Шығарма қолжазбасын 1930 жылы Мұхтар Әуезов тұтқындалғанда тергеушілер тәркілеп алған. Содан бері жоқ. Егер тергеушілер құртып жібермеген болса, ол шығарма Ресейдің архивтерінен табылып қалуы мүмкін.